кәсіпкерлікке жол ашуымыз керек. Әрбір Қазақстанның азаматының мысалы үшін жер алуға конституциялық құқы бар. Міне осы Қазақстан азаматтарының конституциялық құқы әлі күнге дейін қолданылып отырған жоқ. Қазіргі таңда менің ойымша үкімет аудандық, қалалық, облыстық деңгейде азаматтардың барлығына кәсіпкерлікпен айналысуға, яғни жер алуға және сонымен бірге жергілікті жерде әртүрлі қаржылық институттарға қолжетімділік жасауға міндетті түрде жаңағы белгілі бір іс-шаралар жасау керек. Және сонымен бірге ең негізгісі мынау Қазақстанда объективті түрде мысалы үшін көмек қажет азаматтар бар. Олар зейнеткерлер, олар студенттер, олар жаңағы өте төмен жалақы алатын азаматтар. Міне осыларға мемлекет, облыстық және сонымен бірге мынау үкімет деңгейінде міндетті түрде белгілі бір әлеуметтік корзиналар жасау керек. Өйткені Трамп қазір билікке келді, Қазақстанның халқының әлеуметтік деңгейі одан да төмендеп кетуі мүмкін. Өйткені Трамп мұнайды $40 түсіремін деп отыр. Онда міндетті түрде Қазақстанда белгілі бір экономикалық проблема болады. Міне сол кезде біздің халқымыздың әлеуметтік деңгейін қалай ұстаймыз, осыны қазірден бастап үкімет ойлану керек. Ең бірінші кезекте экспорттық тауарлардың өнімін ұлғайту керек. Өзімізде өндірілетін, біздің азық-түлік қауіпсіздігімізді қамтамасыз ететін тауарлардың тізбегіне келетін тауарлардың кемінде 85-90% өзімізде өндірілуі тиіс. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе енді бір экономикалық жаңа драйвер болатын өндіріс орындарын ашу. Оны енді мен емес, кез келген азамат айтады, енді оны үкімет жасауы қажет болды. Елде кедейшілік бар деп санайсыз? Бар, ол кедей азаматтар Америкада да бар, Сауд Арабия елдерінде де бар, ол Қазақстанда да бар. Олардың тек қана деңгейінде және олардың санында ғой мәселе. Кедейшіліктердің қатарына біріншіден қандай азаматтарды жатқызуға болады. Қазіргі таңда елімізде 3,5 миллион азамат әртүрлі деңгейде қарыздары бар. Қайтарылмаған. Біреуінің алименттік қарызы бар, төлемей жүрген. Біреуінің банктық берешектері бар, біреуінің салықтық берешектері бар. Ал қарызын төлей алмай қалған азаматтың, яғни табысы жоқ деген сөз. Оның бір шамамен бір 30-40% мүмкін қарыздардан жалтарып жүрген азаматтар шығар. Бірақ олардың бір белгіленген бөлігі менің ойымша ең төменгі жалақы деңгейінен де төмен қарыз табады деген сөз. Бұл бір. Осындай азаматтардың категориясын жатқызуға болады. Одан қалса Қазақстанда шамамен 3,5 миллион мен 4 миллионға жуық азамат небары 200 мың теңгеге жуық жалақы алады. Ал қазіргі мына соңғы инфляциялық өзгерістерге орай ондай азаматтардың да табысы нақты өзінің толығымен көмкеруге, өзінің әлеуметтік сұраныстарын шешуге жетпейді деп ойлаймын.